Сәлем достар, біз сіздермен бүгін өте жұмсақ, өте дәмді воздушный японский панкейк жасайтын боламыз. Егер де менің каналым сіздерге ұнап жатса, менің каналыма подписаться, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: жұмыртқаның сарысы, қант, сұйық май. Ұнымызға разрыхителімізді қосып аламыз. Және де 4 жұмыртқаның ақ уызы қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамыздың сарысына қантымыздың жарты бөлігін қосып аламыз. Және де сұйық майымызды қосамыз. Енді осы массаны бір келке етіп венчикпен араластырып аламыз. Енді жаңағы ақ уызымызды алып, оны миксермен кішкене көпіршіктенгенше миксерлеп аламыз да, жаңағы жарты қантымызды қосып, толығымен қатты масса шыққанша араластырамыз. Енді жаңағы жұмыртқамыздың сарысына осы дайын болған ақ уызымыздың жарты бөлігін және де ұнымыздың жартысын қосып араластырамыз. Және де жаңағы ұнымызды және де ақ уызымызды 3 бөлікке бөліп қосып араластырамыз төменнен жоғарыға қарай. Неке осылай араластырамыз. Тағы да 3-ші бөлігімізді қосып алдық. Мінеки осылай толық бізде бір келкі масса шығуы қажет. Енді сковородкамызды орташа отта қыздырып аламыз. Бұл кезде біз сұйық майды қолданбаймыз. Және де жаңағы дайын болған массамызды сковородкамызға осылай 2-3 қасықтан саламыз. Мінеки осылай мен 2,5 қасық салдым. Енді табамыздың бетін крышкамен жауып қоямыз, асты сәл қоңырқай болғанша. Тек күйіп кетпеуі қажет. Мінеки дәл осындай бізде қоңырқай түсті панкейк шығуы қажет. Мінеки біздің панкейктеріміз дайын болды. Енді дәл осылай қалған салмасын салып шығамыз. Мінеки достар, біздің панкейктеріміз дайын болды. Панкейк өте жұмсақ және де воздушный болып пісті. Мінеки осындай өте воздушный. Енді сіздер өз қалауларыңызша оны әсемдеулеріңізге болады. Мен осындай замороженный ягодаларды қойып жегенді жақсы көреміз. Және де сіздер сгущенка, варенье қосып әсемдесеңіздер болады. Егер де менің осы видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен осылай варенье